Bir түні Ибрахим түсінде ұлы Исмайылды қолымен бауыздап жатқанын көрді. Пайғамбардың түсі Алладан келген аян. Бұл түсінің мәнін түсінбей Ибрахимнің басы қатты. Бірақ бұл түсі ұйықтаған сайын қайталана берді. Бұл ол үшін ете қиын сынақ болды. Жан дегенде жалғыз ұлын өлімге қалай қимақшы? Қалайша оны өз қолымен өлтіріп, топыраққа көмбекші? Алайда Алланың әміріне шара бар ма? Қайткенде де жаратқанның жарлығын орындау керек. Уа, Раббым, бұл сенің жазған тағдырың ғой. Тағдырыңнан қашып құтылу болмас. Бірақ өзіңнен рахымыңды сұраймын деп жалбарынды Ибрахим. Сөйтіп ол Алланың әмірін орындауға ниеттенді. Қылшылдап тұрған жас жігіт, жалғыз ұлы Исмайылды ертіп алыс жолға шықты. Жас жігіт әкесіне өзінің басынан өткен қызықты жайттарды әңгімелеп келе жатты. Ал Ибрахим болса мұңлы ойға шомып үнсіз келеді. Сүйікті ұлына оны өлтіретіні туралы қалай айтпақшы? Ақыры біраз жер жүрген соң, уа, ұлым, мен түсімде сені бауыздап жатқанымды жиі көретін болдым. Сен бұған не дейсің, балам? Деп сұрады. Исмайыл атанасының тілін екі етпейтін елгезек әрі қайырымды бала болатын. Әке шешесін қатты сүйіп, әрдайым олардың өзіне разы болғанын қалайтын. Ешқашанда оларға қарсы келіп көрмеген еді. Әкесінің айтып тұрғаны Алланың әмірі. Исмайыл әкесіне мойын сұнған қалпы, уа, әкетай, Алланың өзіңе бұйырғанын орында. Иншалла, мен сабырлы боламын деп жауап берді. Содан соң, уа, әке, ана мен достарым көріп қалып қайғырмаулар үшін мені алыс жерге апарып бауыздағайсың деді. Жалғыз ұлының мына сөздері қатты тебірентіп, Ибрахимнің жүрегі езіліп қоя берді. Өзін өзі ұстап көзінің жасын әрең тежеді. Ұлы сөзін одан әрі жалғастырды. Әке, мен үйден өткір пышақпен жіп алып, Мина ойпатына қарай барайын. Сол жерде Алланың әміріне бойсынып, менің мойныма пышақты қойып тартып жібер. Сөйтіп, Исмайыл үйіне кіріп шығып, Мина ойпатына қарай жүрді. Бір кезде артына малғұн шайтан ерді. Ол Исмайылға, иә, Исмайыл, алжыған шалдың айтқанын істеп не қыласың? Өзіңді қор қылма. Сен әлі жассың, өміріңді босқа қима. Артыңдағы анаңды аңыратып қалдырма. Ол сені қатты жақсы көреді. Сенің өлгеніңді естісе қара жамылып, өмір бойы қайғырып өтетін болады деп азғырды. Исмайыл оның сөздерін тыңдамай, назар аудармай жүре берді. Өйткені ол Аллаға бар ынтасымен иман келтірген болатын. Сабырлы әрі салмақты еді. Сондықтан да шайтанның уәсуәсасы оған әсер ете қоймады. Ол жолдың шетінде жатқан майда тастарды алды да, қыр соңынан қалмай келе жатқан шайтанды атқылады. Сосын жолына түсіп кете барды. Бірақ шайтан қайта оралып, жас баланы екінші рет азғырып, жолынан қалдыруға тырысып бақты. Ал Исмайыл жақындап келген сайын оны қолындағы тастармен атқылады. Минаға жеткенде әкесі Ибрахим құшақтап қарсы алды. Содан кейін Исмайыл бір тастың шетіне жантайды. Ибрахим жіппен ұлының аяқ қолын соятын малдың аяғын байлағандай мықтап байлады. Бауыздағанда ұлы қиналып, аяқ қолдары қозғалып кетпесін деп солай істеді. Исмайыл болса әкесіне, уа, әкетай, Алланың әмірін орындай бер. Менің көзіме қарамауың үшін жүзімді басқа жаққа бұрғайсың. Мен Алланың тағдырына разымын. Оның әмірін екі етпеймін деп жұбатты. Ибрахим барлық күш-жігерін жинап, қанша киім болса да баласын бауыздауға бел буды. Өткір пышақты қолына алды да, жалғыз ұлының тамағына апарды да бар күшін жинап тартып жіберді. Бірақ пышақ өтпеді. Баласының тамағына дәнеме де болмады. Уа, Раббым, өзің кеше көр. Рахымыңды төге көр. Нәпсіме ерік бере көрме деп күбірледі Ибрахим. Ол пышақтың өтпегеніне өзін кінәлады. Жүрегім елжіреп, дұрыс кеспеген болармын деп ойлады. Сөйтіп екінші мәрте тартып көрді. Бірақ пышақ тағы да өтпей қалды. Ибрахим ұлының маңдайынан сүйді. Исмайыл да көз жасын әрең тежеп шыдап жатты. Қайырымды әке пышақты қолына алып, үшінші рет тартып көрді. Бірақ еш өзгеріс болмады. Пышақ өтпей қалды.
Осы кезде аспандағы сан мыңдаған періштелер Алла тағаладан мына қарт пайғамбар мен оның ұлына рахым етуін тілеп, жалбарынып жатыр еді. Алла тағала олардың тілектерін қабыл алып, Ибрахим мен Исмайылға жәннаттың бір көк қошқарымен бірге Жебірейіл періштені түсірді. Жебірейіл олардың жанына келіп, «Уа, Ибрахим! Раббың саған, уа, Ибрахим! Сен түсіңді дұрыс жордың. Ізгі жандарды осындай сыймен сыйлаймыз. Бұл өте қиын сынақ. Біз саған ұлы бір құрбандық түсірдік» деп сәлем жолдады. Ұлың екеуіңе рахым етіп, құрбандыққа шалуларың үшін мына жәннаттың қошқарын түсірді деді. Жебірейілдің бұл сүйінші хабарын естіген әкесі мен баласы қуаныштан жарылардай болды. Аллаға мадақ айтып шүкірлік етті. Сол кезден бастап осы күн мұсылмандардың айтулы мерекесіне айналды. Ол күн Құрбан айт күні.